Сәлем достар! Видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көпшілік иммунитетті арттыру үшін ББК, БАД және дәрумендерді белсенді іше бастайды. Оларды бақылаусыз іше берсеңіз, оның ағзаға зиянын тиюі мүмкін. Дәріханалық дәруменді ішкенде тұрған ештеңе жоқ, бірақ анализ тапсырғанда оның жетіспеушілігінің анықталған болуы керек. Дәруменмен жетіспеушілігінің барлық адамға шалдығуы мүмкін, себебі көп жағдайда норманы тек тамақтан алу мүмкін емес. Көкөністерде жетіспеген жағдайда және дәнді дақылдарда баяғы кездегідей пайдалы заттар көп емес. Оған кінәлі пайдасына емес көптігіне жұмыс істейтін технологиялық. Мұндай көкөніспен тамақтанған мал етінің құрамында нашарлау болады. Сондықтан қазіргі заманда қосымша қажет болуы әбден мүмкін. Алайда ескеретін бір нәрсе бар: қосымшалар, БАД немесе дәрумендер нақты мөлшерде ғана қажет және олар бәріне бірдей керек емес. Медицинада бірнеше базалық принцип бар. Олардың негізгілерінің мыналар жатады: зиян келтірме, қажетінше. Дәрумендер де өмірлік маңызы бар заттар секілді қажет мөлшерде келуі керек. Оның жетіспеушілігіне де артық болуы да ағзаға зиян келтіре алады. Ең қауіпсіз түрі суда еритін дәрумендер. Көпшілік суда еритін дәрумендер ағзаға зиян келтірмеуі мүмкін, бірақ қауіпсіз С дәруменінің өзінде нормадан көп іше берсеңіз, ол ағзаға зиян келтіреді. Бүйректі тас түзілу бастайды. В тобы дәрумендері, олар тамақтан энергия алуға көмектеседі және эритроциттер қалыптасуымен қатысады. Бұл дәрумендер жүйке жүйесі және ми жұмысының дамуы үшін қажет. Сондай-ақ олар гендер мен жасушалар сигналдар реттеуіне қатысады. Бірақ олар артық болып кетсе, ағза үшін қауіп төндіреді. В6 дәруменінің артық болуының жүйкеге уақытты әсері болады, яғни ол жүйке жүйесінің зақымдануына әкеледі. В12 дәруменінің артық болуы қан ұюы жүйесінің белсенділігін арттырып жібереді, ал ол жүрек жеткіліксіздігінің өкпе қабынуына дамиды. Майда еритін дәруменнің зияны көбірек. Д, Е, А және К дәрумендері артық болса, олар майлы тінге жиналады, олардың бір бөлігі бейтараптандырылады. Ағзада сондай механизм бар мүмкін, бірақ қалған қор елеулі зиян келтіруі мүмкін. А дәрумені артық болған кезде орнын алатын қызғалт сары тері минималды салдар, ол уақыт өте өздігінен кетеді. Ал К дәруменінің артық болуы мынандай жағдайсыз салдармен әкеледі: бауыр қызметінің бұзылуы, ми тінінің зақымдануы, тершеңдік, гемолозия, ұйыған қан ұю жүйесі белсенділігін арттыруы. Дәрумендердің де мөлшері сақтау керек. Сол үшін құрамындағы дәрумендерді мен минералдарды көп емдік құралдармен аса қауіпсіз, дұрыс. Тіпті қарапайым дәрумендер жинаған ішіп бастамас бұрын дәрігерлермен кеңесіп анализдерді тапсырған дұрыс. Кейде әйелдер өзінің хал-жағдайына және сырт келбетіне көңіл толмайды. Бұл өмірлік маңызы бар дәрумендер жетіспейтіні дұрыс емес. Өмір салт мен тамақтануға байланысты болуы мүмкін. Дәрумендер толыққанды зат алмасуға және ағзадағы биологиялық процестерді жылдамдатумен қажет. Сондықтан да дәрумендер күнде тамақпен бірге нақты мөлшермен ағзаға түсіп тұруы керек. Ал егер ол жетіспегенсе, қосымша дәрумендер препараттар ішу жайлы ойлану керек. Әйелдер қандай дәрумендер ішу керек? Әйелдерге әсіресе А, С, Е, К, Т және В тобындағы дәрумендердің деңгейіне бақылау маңызды. Бұл биоқосымшалармен іше беру керек деген сөз емес. Оларды дәрігер бақылауынсыз ішуге болмайды, себебі белсенді заттардың артық болуы, олардың жетіспеуі секілді ағзаға зиян. А дәрумені ретиноидтар және каротиноидтар ретінде белгілі. А дәрумендер иммунитетті қатайтады, көруді жақсартады және коллаген бөлінуіне ықпал етеді. А дәруменінің бір түрі ретинол, оның жасартатын кремдер мен сарысулар қосады. А дәрумені ағзаға тамақпен бірге келеді. Мысалы, жасыл жапырақты көкөністер, қызғылт сары және сары көкөністер, брокколи жемістері, сүт өнімдері, жұмыртқа, бауыр, балық. Д дәрумені сүйектерді қатайтады, иммунитетті жақсартады, жүйке циклына реттеуін қатысады. Оның жетіспеуі жиі тұмаулану, шаршай беру, мазасыздану және шаш тырнақ сынғыштығы байқалым болады. Д дәрумені майлы балықта, қатты ірімшікте, бауырда болады. Е дәруменді коллаген түзілуі үшін және жасушаларды тотығу
күйзелістен қоздыру үшін қажет. Ол гемоглобин синтезінің итеккір циклын реттеуіне қатысады және атеросклероз бен тромбоз қаупін төмендетеді. Е дәруменінің жетіспеушілігіне тері құрғақ, ал шаш сынғыш болып түзіледі. Е дәрумені жаңғақтарда және өсімдік майларында болады, бірақ бұл өнімдердің көпшілігі майлы, сондықтан оларды көп жеуге болмайды. К дәрумені қан ұйғыштығына қатысады. Егер ағзаға ол жетіспегенде етеккір көп келеді және мұрын жиі қанау мүмкін. К дәрумені циклінің реттеуіне және сүйек тінінің түзілуіне қатысады. Бұл дәрумендердің жетіспеуі остеопороз дамуына келеді. Ол пайдалы зат ас жапырақ, ақжелкен, базилик, көк жуа, гүлді, орамжапырақ және итмұрында болады. С дәрумені аскорбин қышқылы темір сіңуіне және коллаген синтезіне қатысады. Күшті антиоксидант. Косметика. Ол беттің әдемі реттігіне, терінің ағартуына және әжімнің алдын алуына қатысады. С дәрумені жетіспейтін әйелдер жиі құрғақ, ұштанған шашқа және қабыршақтанатын теріге, тіс етінің қабынуына және мұрын қанауына шалдығады. С дәрумені шырғанақ, итмұрын, мүкіжидек, ашыған, орамжапырақ, киви, цитрустар және қарақаты болады. Сіздермен болған мен Асия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.